Апай, мынау семинар ма әлде қалай, лекция ма? Семинар ғой. Интерактивті лекция бұл. Семинардың уақыты кейін ғой. Неше минут бар? 15 минут бар. 15 минут бар. Ең болмаса бірінші аралықты күн бітейік, келесі жолы сосын аралықты. Енді Алаш Зиялыны айтып келе жатқанбыз. Елдос Омарұлының осы мен Алаш содан бастамаса Ахмет Байтұрсыновтан кейін Елдос Омарұлының принциптерін. Мына термин деген өзі пән сөздер деп атайды Елдос Омарұлының. Пән сөздер мысалы Елдес, Ертай. Елдес, мен Елдос дедім ба? Елдес Омарұлы. Елдес Омарұлы. Мына термин деген өзі термин ғой. Термин деген өзін Елдес Омарұлы пән сөздер деп атайды. Шерубай Құрманбайұлының қазақ терминологиясы еңбегінде мына осы Елдес Омарұлының принциптерін айтады. Газет, журналдарды дейді, журналдарды қазақ оқи алу үшін оның пән сөздері де қазаққа түсінікті болу шарт дейді. Оның терминдері деп тұрған жоқ, оның пән сөздері де. Неге біз термин дегенде пән сөздер деп неге атамаймыз қазір қолданыста деген сұрақ келеді менде. Сосын осы тұрғыда Қошке Кемеңгерұлы кітап десе, ал мына Елдес Омарұлы кітап дейді. Пән кітаптары үшін пән сөздері керек. Ондай сөздер қазақтың өз тілінде бұрын болмаған. Оны жаңадан ойлап шығару керек дейді. Сосын берне, бернелес, шама, бет, буын, бөлу амалы, кесінді, екінші дәрежелі өрнек деген сияқты терминдерді пән сөздерін Елдес Омарұлының пән сөздері ретінде айтуымызға болады. Математика саласында болсын, лингвистика саласында болсын. Осы тұрғыда пән сөздері қалай табылады деп аталатын мақаласында Жүсіпбек Аймауытұлы осы туралы да айтқан болатын, өзінің терминология туралы ойларын, жалпы оны қалай қалыптастыру туралы жолдары бағанағы Сенертай айтып өткендей, ол қалай жасалады, қалай дегеннің барлығын, пән сөздері қалай табылады деген 1925 жылғы Ақжол газетінің санында да айтқан болатын. Жүсіпбек Аймауытқа секіріп кеттік па? Жүсіпбек Аймауытты айтайын енді. Жүсіпбек Аймауыт өзінің бір неменесінде сөйлеген сөзінде бірінші дейді, жат ұғым, жат сөздерді енгізеді дейді. Жат тілден қашамыз десек, қаша алмаймыз. Екінші, жаңадан жасалған сөздер күшпен тіл бола алмайды. Үшінші, пән сөзін пән маманы кітап жазушы шығару керек. Ешбір ғалым пән сөздерін кеңседе шешкісіп жасамайды. Төртінші, белгілі бір пәннің соңына түсіп ізденген, кітап қарастырған адам азды көп сол пәнге маман ғана бола алады дейді. Енді бірінші, екінші принциптерін алсақ, жат ұғым, жат сөздерді енгізеді, жат тілден қаша алмаймыз деген. Осы нәрсе әсіресе содан кейін жаңадан жасалған сөздер күшпен тіл бола алмайды деген. Осы екі принцип қазір керек сияқты, осы екеуі. Жақсы. Алаштың тілдік мұрасы деген кітапты көрдіңдер ма? Бар ма екен Национальный банк, неде? Библиотека ойыз. Жоқ апай, бірақ сіз жібердіңіз ғой. Бар ма екен? Бұл жерде жоқ екен апай, сіз жіберіп едіңіз ғой. Бірақ мен Дандай Ысқақұлының еңбегіне монографиясынан мен қазір семинарда қазір айтамын, оны сілтеме бердім мен. Алаш тілдік мұрасы туралы. Қазір семинарда айтамын. Дандай ағай көп сонымен айналысып жүрді ғой. Түркілік терминдер. Ол маған берген, мен ол кітапты енді таратпауым керек қой, бірақ енді пікір жазғаннан кейін бірден. Өзіміздің универге қарай бәрін икемдеп отыратын бір түрлі әдетім бар. Енді ол ұрлықы кітап емес, автордан тікелей алынған кітап. Сондықтан қоя бердім ағайдан, рұқсат сұрап, сөйткен жоқпын. Себебі адамдарға керек. Қазір сендер соны оқып біліп кетсеңдер, Дандайдың кім екенін біліп кетесіңдер. Кітапты қоймасам, Дандай Ысқақовтың осындай кітабы бар дейсасам, ана кімдерді қоямай отырмын ғой, мысалы, жаңағы өзіміздің Ғабдол Қалиевтің сөздігі менде жаңағы ксерекспен бүйтіп қыстырылып қойған бар. Өзім күнделікті қарап сөйтіп отырамын ғой, әрбір терминді іздеп кейде жұмыс істеген кезде. Бірақ сендерге сол электронный вариантын беруге тырсам да барынша. Кітапхананың несінде жоқ болып тұр, мысалы, 53 жыл жұмыс істеген Абдолла ағайдың кітабының электронный варианты жоқ деген сұмдық қой, енді білмеймін, ол
болашақта бір орнына келетін шығар. Мен кітапқа жауаптымын негізі неде, кафедрада. Мамандықтың кітаппен жаңағы қамтамасыз етілуі деген. Сонымен әркім әртүрлі сабағынан әрдеңені жазады, содан кейін мен оны тексеремін. Кейбіреулер өтпей ренжіп жүреді маған. Мен айтамын, анау үлкен монографиясы тұр, неғып алмайсыз? Неге бермейсіз балаға? Бала қайдан оқиды? Ылғи сондай даулар болады да, менде студент пен мұғалім арасында жүретін болған. Шындығында кітаппен студент өзі де қамтамасыз ету керек өзін. Біз 89-да түскен кезде біздің университеттің астында жаңа не болды? Кітапхана болды кішкентай ғана. Бір жақсы жер, сол кезде Алаш зиялыларының бәрінің шығармалар жинағы шығып жатты ғой. Соның Байтұрсыновтан да басқа, Байтұрсыновтан бастап Бесарыспен бірден таныстық сол жерде. Одан кейін олардың абақтыда қалай отырғаны туралы, одан кейін нәубет жылдары деген бір кітаптар шықты. Сонымен бүкіл қазақтың ұлттық дүниесін біз сол студент күнімізде меңгердік та, мен содан кейін ылғи айтам, бала оқимын деп тұрса, неге бермейсің кітапты? Оқысын, тоқысын, өзі білгенінше оны қарасын. Кітап қарағандарың жақсы әдет. Енді сол жақсы әдетті жасап жүрген бірақ бала бар, Ертай деген. Енді Ертайды мақтай береді деп әңгіме айтпаңдар, себебі Ертай мақтауға тұрады. Басқаларың не істеп жатқандарың белгісіз болды осы. Неше ай сабақ бердің ғой сендерге? Бір 3 ай деп айтайыншы, 3 ай ма даже? 3 семестр деген қанша ай болады? 3 семестр сабақ бергенде, сол жаңағы кітапқа қарайтын бала өте аз. Ол кітапқа қарап қана қоймау керек, оның жаңағы ішінен ұққаныңды, білгеніңді жазып, кәдімгі Алуа Василий қызы қазір соны қолға алайын деп, жаңағы кітап туралы бір бөлек сайт сияқты Фейсбуктан ашып қойды. Сол жерден хотя бы оқып алыңдар, қай кітапта не жазылған туралы. Өздерің тікелей оқымасаңдар, ана қысқарған түрінен оқы. Бір жылдары мен кітапты сол балаларға айтып едім, қысқа түрде мазмұнын салып отыр деп. 10 минутқа шыдайсыңдар ма? 10 минут тыңдауға. Абай жолын қазір сөйтіп айтып жүр ғой, жақсы. Баламмен тыңдап жүрмін 7-ші класпен. Біздер 7-ші класта Абай жолын 4 томдығын бастап оқитын бала болдық. А қазіргі поколение ондай емес қой, больше интернет қой. Енді интернетіне вариантын шығаруымыз керек болып тұр бұларға. Сабақты да интернетке қойып атқанымыз содан ғой. Болашақта жақсы сабақтарды жинап алатын болса, Майра Жүнісова керек жоқ болады университетке. Потому что ол сабағын бәрі тұр ғой, қалай беретіні бәрі. Сол жерден контент толған. Біз мынадай бір семестрді пән өткенбіз, филология және смарт технология деген пән өткенбіз. Сол кезде апайымыз айтатын, қазір оқығам ол кезде. Апайымыз болашақта дейді, университетте мұғалімдер болмайды. Мысалы ретінде қабырғаға барады да студент, қабырғаның бір кнопкасын басады, сол кезде оған мұғалім де, электронды мұғалім, кітаптың бәрі пайда бола қалады. Техника дамып кетеді. Енді мұғалім де болмайды. Оқушы үйде отырып ақ сабақ оқи береді деп айтқан болатын сол кездің өзінде. Смарт технология, смарт деген терминнің өзі келді. Лингвистикаға, филологияға деп айтқан болатын. Ол қорқынышты құбылыс деген. Әрине қорқынышты, ол денсаулыққа әсер етеді ғой. Иә. Оның бәрі технология, даже шынайы кәдімгі ағаштан жасалған қағазбен оққан адамның көзі 50-ге келгенде ашки киіп отыр мысалы. Сендер ашкиді ерте киесіңдер, себебі сендер студент күндерің өзі электронный версия болып жатыр. Сомен ары қарай бір терминге байланысты ой пікірлер деген жібердіңдер я өткенде. Концептуалдық сипаты деген түсіндіңдер ма? Лингвистикалық терминдердің концептуалдық сипаты. Осылар шалап оқыған жоқ па менде? Сізді мені өшіп тұрсаңыз, апай. Демонстрация. Демонстрация өшіп тұр. Мен көрсетіп отырмын деп. Концептуалдық сипат дегенде, концепт деген жалпы жаңағы не ғой? Бір сөздің концептуализация деген ұғымдық, сол мәндік мағынасы.
мәндік жағдайы немесе ұғымдық жағдайы терминнің. Егер ұғымдық жағдай кең болатын болса, одан көп сол уәжі арқылы, беріп тұрған уәжі арқылы, мотивациясы арқылы біз көп тармақталған терминдер жасап аламыз. Кейбір сөздерден сол өзі жалғыз, мысалы, өткенде кімнің несін тыңдап атқанда бір Енудағы кездесуінде Берікбай ағай Сағындықұлының. Сен түркологтарды көбінесе тыңдаймыз ғой, шамамыз келгенінше, энергиямыз жеткенінше деп айтайыншы. Сонда ағайдың Казгудегісі ешқандай сұрақсыз әдемі гладко өтіп кетті дағыны, неде Жұмабаева ма, Жұмакеева ма бір ағылшын тілінің маманы бар екен. Тіл біліміне кіріспемен жалпы тіл білімін ағылшын 119-ға сабақ беретін. Сол кісі дауласты да ағаймен біраз. Дауласқанда оның ұсынып отырған нәрсесі енді қай теорияның ішіне кіргізесіз. Мына бесеуінің біреуіне кіргізіңіз дейді. Ағай бесеуіне кіргізгісі келмейді. Алтыншы бірлік деп айтады да Сағындықұлы. Сонымен алтыншы бірлік екенін дәлелдеңіз енді. Оған қандай теориялар арқылы келесіз? Теорияңызды айтыңыз десе, теория деп жаңағы дәлелдерді, фактілерді келтіріп жатыр. Мынандай фактілер бар тілімізде, солар теория деп келістіріп жатыр. Сол жағынан енді психолингвистикалық теория ма, социолингвистикалық теория ма, әлде жаңағы адам танымдық жағынан антропоөзекті мәселе ма, әлде концептуалдық жағынан қарастырасыз ба, қай жағынан қарастырасыз деп 2-3 рет қойды орыс тілінде. Бірақ ағай оны да мойындаған жоқ, ана кісі өзінше мойындаған жоқ, общем. Сондай бір отырыс болды. Бірақ ол даудан біз не үйрендік деген кезде, ағылшынның мамандары орыс тілді бір жағынан, екінші жағынан олар қазақ тілінің болашағы вряд ли оларды қызықтырады, біріншіден. Екіншіден, алтыншы жаңағы үлкен бірлікті ашуға қазақ ғалымдары лайық емес деген ба бір сондай көзқарас екен оларда. Қазақ ғалымдары жалпы шетелдік ғылымды білмейді деген тұрғыдан сөйлеп тұрды ана ел. Сіз ананың зерттеуін білесіз ба, мынаның зерттеуін білесіз ба? Ал ағай оның ішінде фактілерін келтіріп отыр. Зерттеуін білмей қалай факті келтіреді? Бірінші фактіде тұр ғой әңгіме. Мысалы, Байтұрсынұлы дыбыс деген терминді ұсынған деп тұрмыз, фактісін біліп тұрмыз. Байтұрсынұлының дыбыс деген терминді ұсынған біліп тұрмыз. Бұл факті. Термин бар, дыбыс деген. Қазірге дейін өлген жоқ, қолданыста. Бірінші кластың баласына барсан, уже миллион қазақ тілін оқып атқан бірінші кластың баласы дыбыс дегенді айтып береді саған. Дыбыс деген не, әріп деген не екенін айтып береді. Соның ішінде дыбысты именно Байтұрсынұлы ұсынған термин екенін біледі. Сонда жаңағы өміршеңдігі ғой, ұсынған нәрсесі ұғымға, концептуализацияға сәйкес болса ғана, концептуалдық сипаты болса ғана ол өміршең болады. Дыбыстық теориялар бар. Немесе оны қазір фонетикалық, фонематикалық, фонемдік тұрғыдан деп алады. Мысалы, талдаулар бұрын бізде фонетикалық талдау ғана болатын. Қазір фонемалық талдау. Содан кейін жаңағы не шықты ғой кейінгі кезде. Буын шықты ғой. Сол буынға қарай бөлу. Сол буынға біз бірге бөліп фонетикалық деп кететін едік. Қазір соның концептуализациясы кеңейіп бара жатыр ары қарай. Буынды қараған сайын, екпінді қараған сайын, әрқайсының сонда ұғымдық концептуализациясы кеңейсе де, жаңағы Байтұрсыновтың берген термині соның бәрінің жүгін көтеріп тұр, дыбыс деген түрмен. Сонда бір нәрсенің жаңағы нақты берілуі және оның сол сіңісті болып, сол жерге соның мамандықтарға, әрбір маманға, әрбір жылдары келетін маманның ұғымына сәйкес сыйымды болып кетуі. Егер концептуалды сипаты болмаса терминнің, онда ол ондай ұзақ бір ғасыр бойы өмір сүруі мүмкін емес. Енді Байтұрсынов ұсынғаннан бері бір ғасыр болды, міне 1910 жылы ұсынды ол дыбыс туралы деген мақаласын. Ол уже 21-де отырмыз. Сонда 111 жыл болды. Енді сол дыбысқа қарап барып ол өзінің ары қарай алфавитін жасады ғой.
Қазір енді Әлімхан ағайлар 29 жаңағы әріптен тұратын латын графикасын ұсынғысы келіп отыр екен, өткенде бір жиналыста айтты. Бірақ сол 29 болсын, одан аздау 26 болсын, 26 болса, архонмен бірдей болады дыбысымыз. Архон ескерткіштерінде 26, оны Сартқожа дәлелдеп отыр, Қаржаубай. Сартқожа ауылы. Одан кейін сол 26 Байтұрсыновта да сақталып тұр. Сонда Байтұрсынов Архон ескерткіштерін білген ба? Білсе оның ішіндегі 26 дыбыс екенін білген ба деген сұрақ шығып тұр осы жерде онда. Ол қазір шетелдік ғалымдар арқылы соны іздеп жатыр. Байтұрсыновтың соны білгенін дәлелдейтін факт іздеп жатыр қазір. Архивтерді ақтарып. Ал екеуінің саны неге бірдей? Және екеуі сайма-сай келеді дейді. Сонда Байтұрсыновтың төте жазуы егер Архонға негізделген болса, біз неге латынды мына латынға негіздеп жүрміз бүкіл әрпімізді? Онда біз сол бұрынғы түбін әкеп тұрған Байтұрсыновтың 26 әрпіне қайтадан тіреліп қаламыз ғой. Осы сол арқылы дамымаймыз бары қарай. Тілді сол жағынан дамыту. Қалған үш әріпте тұрған не бар деп әркімдер бері қарай қарайды. Клавиатура көтермейді бірдеңе деген сылтаулармен. Бірақ қазір араб тілі қосылып тұр. Тіпті ана бір сөзді бөлек жазатын Қытайлар да өздерінің компьютерін жасап алып тұр ғой. Бір клавиатураға бола информатикті біз лингвистикаға кіргізіп жібердік та қазір. Апай, бұлар компьютерге бола тілді өзгертеді ғой. Компьютерге бола қарыпты өзгертеді. Қарыпқа болады, компьютерді өзгертпейді. Өйткені неге? Өйткені біз қазақтар тілді жасауда, тілді өзгертуде мастер. Ал енді компьютер жасай алмаймыз. Шетелге бағынышты болып қаламыз. Жоқ, компьютер жасайтын күшті жігіттер бар. Бірақ ол мүмкін емес қой, Қазақстан территориясында жұмыс істеу мүмкін емес. Әрине, ақша керек, мани керек. Американың компьютерші қазақ баласының берген сұхбатын тыңдадым өткенде, бір жарты жыл бұрын. Сол кезде ол WhatsApp-тың мысалы бір сөз жазасың ғой, сол кезде WhatsApp-тың ар жағындағы адам саған жауап жазып атады ғой. Ол дұрыс болмас деп өшіріп тастап қайтадан жазып атады ғой бір сөздерді, или біраздан кейін қайтадан ойланып басқа сөзді жазып атады. Сөйтіп жазып отырғанның өзі ана келесі адамға көрініп отыратынды уже ашты сол бала. Америкаға барып ашу керек пе еді соған? Сол жаңа бір лабораторияда отырып, жаңа 4-5 мың доллар үшін со жақта қаңғып жүр. Ол Қазақстанда отырғанда ол қанша дүние жасап беретін еді ғой бізге. Өкімет мысалы, электронды өкімет жасаймыз деп қоямыз. Бүкіл дүниеміз біз туралы бүкіл мағлұмат қазір көшіп жүр шетелде. Қай үндістің атын біліп атсыңдар? Қай үндістің аты, паспорт нөмірі бәрі жүр сендерде, ешқайсы жоқ. Олар өткен защищенный, нормальный уже контент создавать еткен. Біздің электронный өкіметіміздің өзі қазір мысалы защита жасалмай тұр да, сол жағынан қауіпті, бір жағынан қорқынышты. Лып етіп жоқ болып кетуі мына жерде. Терминнің бәрі сөз бе, сөздің бәрі термин емес. Терминнің бәрі бірақ сөз. Сөздің бәрі термин емес. Неге? Кім түсіндіре алады? Мағжан. Мағжан, жатақханада балалар кеткен шығар, жұмысың азайған жоқ па әлі? Апай, бұл деген былай сияқты ғой. Қалай? Назым. Сұмдығай. Ертең уақытында эссені жіберіп үлгеріңдер, енді барынша сендерге ондай бәрі жасадық. ғалым болса, ғалымның бәрі хакім емес. Ол терминнің көтеретін жүгіне байланысты. Терминнің жалпы анықтамасынан шығады осы нәрсенің барлығы. Термин дегеніміз не әйтпесе, сөзбен айта бермейміз бе барлығын? Ауызекі сөйлеу тілімізде сөз көп, жаңағы карантиннің кезінде енген терминдер деп айтып отырмыз ғой. Соныңда бір негізгілері қалады ғой тілімізде ертең. Термин болып қалыптасып, медициналық термин болып қалыптасады. Осы жылдарда осындай жағдай болған деп. Ал соның барлығы сөз болып, мысалы, басқа ковид деп жүр біреулер коронавирус деп жүр, тағы біреулер басқаша атап жүр. Енді мутантный вирус деген түрі шықты, сөйтіп айтып жүр. Сондай әр қайсысы осылай қалыптасаттағыны,
Сосын соның қалыптасуына қарай бір ең негізгісі сұрыпталады. сөздің арасында Сұрыпталады. сұрыпталып қалады. Ең Иә. жиі қолданылатыны. Ғылыми тұрғыдан ояқ Ол апай, бұ жағы түгел. иә. Ол екі түрде сұрыпталатын сияқты. Ең біріншісі профессионал, яғни кәсіби мамандардың арасында сұрыпталады. Немесе халықтың арасында сұрыпталады. Немесе екеуі бірінші халық болуы мүмкін, одан кейін кәсіби болуы мүмкін. Жиі қолдануының арқасында десейік. Иә, дұрыс айтасыз. Жиі қолданыс аясының арқасында бірінші термин ол қалыптасады, сөз термин болып. Егер қолданыс аясы кең болса, екінші соның жаңағы кәсіби жағынан жетілдіру. Енді ұстанымдар. Термин түзудің өзінің ұстанымы бар. Майра апай, мен ана семинарға слайд жасап едім. Иә. Екінші аралық бақылауды келесі сабақта нетеміз деп айтып едіңіз ғой сіз. Иә, жарайды. Мына сабақ бітті ғой, иә? Иә. Ана балалар шыға беріңіздер, сабақ бар шығар сіздерде. Семинар жалғаса берсін, отыра беріңіздер. Уақыт бар ғой. Маған демонстрация бересіз, апай? Иә, қазір мен өшірейін. Мен осы пәнді келдік, біттік, енді 9-ға қорытып бір өзімнің бір позициямды айтқым келеді. Қорытып. Камила, отыра бересің ба, әлде шығасың ба? Ойбай, мен демонстрациям қайда?